Семей қаласының бас жоспарының жобасына қоғамдық тыңдау өтті. Оған қала әкімі Нұрбол Нұрсағатов қатысып, негізгі құрылыс құжатының жобасына қатысты тұрғындардың сұрақтарына жауап берді. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша Семей қаласының бас жоспары әзірленуде. Негізгі қала құрылысы құжатын дайындау, тұрғындарға қолайлы орта құруға, экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге, табиғи және мәдени мұраны сақтауға бағытталған. Байқау қорытындысы бойынша бас жоспармен Астана Генплан ғылыми зерттеу жобалау институты айналысуда. В генеральном плане приняты следующие проектные периоды. Бас жоспарда келесі жобалық кезеңдер қабылданды. Бас жоспарды жобалаудың бастапқы жылы 2023 жылдың 1 қаңтары. Ең алдымен құрылыс уақыты, одан кейін 2030 жылға дейін жүзеге асыру және бас жоспардың есепті қолданылу мерзімі 2040 жылды белгіленген. Болжамды мерзім бұл 2055 жылға дейінгі аралықты құрайды. Жобада 2040 жылға қарай халық саны 385 мың адам деңгейіне жетеді деп есептелген. Қаланың негізгі жоспарлау аймақтары Әуезов даңғылы, Қаржабайұлы, Сәтпаев, Абай көшелері мен Биборанбай көшелері. Бас жоспарға сәйкес бүкіл қаланың аумағы шартты түрде 8 жоспарлау ауданнан тұрады. Орталық батыс Ақсай және оң жағалаудағы шығыс, Цемпоселок, Ұшақтар, Жаңа Семей және Ертіс өзенінің сол жағалауындағы Суық бұлақ. Қоғамдық тыңдау барысында тұрғындар өздерін қызықтырған сұрақтарын қоюға мүмкіндік алды. Қаланың жылуына қатысты сауал көпшілікті мазалайтыны белгілі. Жылу электр орталығын салу үшін техникалық жобалау құжаттары жоқ. Соған қарағанда ол орталық мүлде салынбауы мүмкін. Сонымен қатар менің ойымша қалаға жаңа орталықтың да керегі жоқ. Бізде жылуды қатты жоғалтатын үйлер бар. Біз мұндай үйлерді жылыту үшін жылуды 4 есе көп тұтынамыз. Жобалау техникалық құжатқа қатысты айтатын болсам, онда сіз қателесесіз. Себебі ол қазір аяқталу сатысында, ал жылу энергиясының тапшылығы бар. Бүгінгі таңда қалада арнайы кәсіпорын құрылды. Абай тұрғын үй деп аталады. Егер тұрғындар үйлерін жаңартуға дайын болса, бізде қалалық әкімдік пен тұрғын үй бөлімінің жанында осындай ұйым құрылды. Сонымен қатар тұрғындар қазіргі уақытта салынып жатқан сол жағалаудың жол айырығындағы оқушылар сарайы туралы да айтты. Семейліктер көліктердің үлкен ағыны балаларға онда жетуге қиындық келтіреме деп алаңдайды. И, наконец, ваш дворец школы. Мектеп оқушыларының сарайы орналасқан жер қолайсыз, алдымен құрылысты бастайсыздар, содан кейін ол жерге қалай жетеді деген әңгіме пайда болады. Біз бүгінгі күнге дейін жоба әзірледік. Бұл 2 көпір өткелі. Олар осы аймақ арқылы жасалады. Яғни оқушылардың еркін өту үшін қажет. Ол жерде үлкен тұрақ орны болады. Ал темір жол осы жобада ескерілген. Ондағы шуды бөгудің де жолы қарастырылған. Құжатты қоғамдық тыңдаулардан кейін мемлекеттік сараптамадан өткізу жоспарланған, бұл 60 жұмыс күнін алады. Мемлекеттік сараптамадан соң жоба Семей қаласы мен Абай облысының қоғамдық кеңестері, сондай-ақ қала облыс мәслихаттарының қарауына шығарылады. Ел президентінің бас жоспарды әзірлеу жөніндегі тапсырмасын орындау мерзімі 2024 жылдың 14 қазаны. Нұргүл Садықова, Малика Мұхтарова, Елжан Мағзұмов, Семей телеарнасы.